Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Осы видеода мен сіздерге 2022 жылғы 1 қыркүйектегі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауымен таныстырайын, яғни зейнетақы жүйесіне қатысты жаңалықтармен бөлісемін. 2028 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жас бекітілді. Яғни 2028 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жасты құрайтын болады. Ал 28 жылдан кейін кезең-кезеңмен 6 ай сайын көтеріледі. Яғни 60 жасқа дейін жететін болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы 2022 жылдың 1 қыркүйегі. Еңбекақыны нарықтағы жағдайға сай өсіру халықтың әл-ауқатын арттыру басты факторы. Мемлекет ең төменгі жалақыны айқындаудың жаңа тәсілін енгізеді. Бұл әдіс оның мөлшерін біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік береді делінген. Келесі. Мен ең төменгі жалақы деңгейін 60 мыңнан 70 мың теңгеге дейін көтеру туралы шешім қабылдадым. Бұл шешім 1,8 миллион азаматтың табысына тікелей әсер етеді. Біз зейнетақы жүйесін қайта жаңғыртамыз. Зейнетақының ең төменгі базалық мөлшерлемесін біртіндеп ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на, ал жоғары шегін 120%-на жеткізу қажет делінген. Яғни 2022 жылы ең төменгі жалақы 60 мың теңгені құрайды, ал 2023 жылдың 1 қаңтарынан кейін бұл сума 70 мың теңгені құрайтын болады. Осы ретте 2023 жылдың 1 қаңтарынан кейін зейнетке шығатын кісілердің табыс мөлшері жеткіліксіз болып қалады. Сол себепті 2023 жылдың нормативті көрсеткіштеріне лайықты реттеп зейнетақы табыс көзін көтеру қажет болады, максималды зейнетақы алу үшін. Сонымен қатар, Қазақстандағы ең төменгі базалық зейнетақыны кез келген зейнет жасына толған кісі алуға құқығы бар, яғни 10 жылдық стажы болса да, болмаса да бұл соманы гарантированно, яғни міндетті түрде алатын сума болады. Сол сума 54%-дан 100% аралығында болған, яғни 54% деген 10 жыл стаждан басталады, ал 100% дегеніміз 33 стажды құрайтын болған. Ал 2023 жылдан бастап осы көрсеткіш 70%-дан 120%-ға дейін көтеріледі. Бұл өте жақсы жаңалық, яғни сіздерде 10 жылдан аса стаж болған жағдайда әр жыл сайын 2%-ға көтеріліп, ең максималды сума 120%-дық ең төменгі күнкөріс деңгейіндегі базалық зейнетақы алуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни 70% деген 10 жыл стаж, ал 120% деген 35 жыл стаж дегенді білдіреді. Келесі. Бұған дейін қабылданған шешімдермен бірге бұл қадам 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақы мөлшерін орташа алғанда 27%-ға көбейтеді. Сондай-ақ әлеуметтік талап тілегін ескере отырып, әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға дейін 61 жас деңгейінде қалдырамыз делінген. Яғни 2028 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 61 жасты құрайтын болады. Келесі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын тиімді инвестициялық стратегиясын әзірлеу қажет. Бұл жұмысқа іскерлік, абырой беделі, кәсіби біліктілігі жоғары мамандар бар жеке компанияларды тартуға болады делінген. Бұл дегеніміз біздің НПФ-та жинақталған суманы кез келген инвестициялық компанияларға беру қажет. Бұл табысты арттыру мақсатында, сонымен қатар зейнетақы мөлшерін жоғарылату мақсатында жасалынған шаралар деп түсінемін. Осы жаңалықтар зейнетақы жүйесіне қатысты, яғни президенттің жолдауынан үзінді алынған. Сілтемесін қалдырып кетемін. Сау болыңыздар, мен каналыма тіркеліңіздер.